Сәлем достар, әріптестер. Біз Excel сабақтарымызды сонымен тағы да жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыз ввод и редактирование деп аталады. Енгізу және редакция жасау. Мысалы, біз цифрларды енгіземіз. Enterді бассақ, бізде астына түседі. Tab деген кнопканы бассақ, оңға қарай жүреді. Егер де Shift Enterді бассақ, үстіне көтеріледі. Shift Tabты бассақ, сол жаққа жүреді. Немесе ана кнопкаларды қолдануға болады. Үстіне, астына, ол жағы қиын емес деп ойлаймын. Сосын горячие кнопки дегенді білетін шығарсыз. Отмена Ctrl-Z, орысша буква Я тұрады. Ctrl-X это вырезать. Осылай. Ctrl деген шеткі кнопка, Shift астына тұрады. Ctrl-X это Ctrl-Ч болады орысша. Сосын Ctrl-V, Ctrl-M орысша. Ол вставить деген. И Ctrl-C ол копировать етеді. Ctrl-V-мен вставить етеміз. Осындай кнопкалар бар. Мен кішкене бір таблица жасайық. Мынаны өшіруге болады. Осылай. Оны өшірмеу үшін біздің форматта басылып, осылай ортаға саламыз. Осылай Del-ді басып өшіре саламыз. Жазғанда Del-мен өшіре аламыз. Немесе Backspace-мен өшіре аламыз. Және де мына ячейкаларға осы жерге данныйларды енгізе аламыз. Осы жерге жаза беруге болады. Немесе осы жерге жаза беруге болады. Оны кейін формулалар жазған кезде осы строка ыңғайлы болады. Енді бір таблица жасайық. Мысалы, план, факт, отклонение. Мысалы, осы жерде егер өзгерткіміз келсе, бір сөзді осылай кезген. Осы жерден таңдай аламыз. Қай жерде өзгерткіміз келеді. Немесе осы жерден таңдай аламыз. Мынаны ширинасын келтіру үшін мына жерде екі әріптің ортасында границаны баса саламыз. Осындай функция бар. Сосын осы жерде копировать ете аламыз. Копировать. Оны копировать еттік. Копировать еттік. Копировать еттік. Қазір қайтадан көрсетейін. Копировать. 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 Оны бәрін копировать ете бермеу үшін ол біздің памятьта сақталады. Каждый копировать еткен. Оған кіру үшін осы жерде не тұрады? Буфер обмена деген. Содан басқа осы жерде бар еще. Кнопканы баспаңыз, осы жерде вырезать деген бар. И копировать деген бар, и ставить деген бар. Ставить бірнеше түрі бар, оны кейін тағы да келесі сабақтарда толықтай қарастырамыз. Бізге қазір керегі буфер обмені. Буфер обменіні біз копировать еткен. Астына бастық копировать еттік. Факты бастық копировать еттік. Осылай. Текст қоямыз да копировать етеміз. Осылай сақталады 20-30 шақты. И осы жерге аламыз да сосын таңдай саламыз. Қайсысын копировать еткіміз келеді. Қайсы текст осылай қоя саламыз. Өте ыңғайлы және тез функция. Осындай функция. Егер де қиын формула болса, үлкен текст болса, осы жерде буфер обменіні сохранить етіледі. Және де осы Word-та да жұмыс істейді. Қазір егер Word-та PowerPoint ашсаңыз, буфер обменіне кірсеңіз, осы текстті копировать етіп қоя саласыз өзіңіз файлға жұмыс істеген. Осындай қызық қалай айтады, полезный функцияны қазақшасын ұмытып қалдым. Полезный функциялары бар. Қолдану керек, үйрену керек. Осымен осындай қысқа сабағымызды аяқтаймыз. Осындай қысқа сабақтар
тез тез үйрену үшін кейін ақырындап уже тақырыптар қиындаған сайын сабақтар ұзақ болады және кішкене қиынырақ та болады. Осымен 5-ші сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.